Жұмыртқа адамдардың күнделікті өмірде ең көп тұтынатын тағамы. Бірақ оның өзіндік жақсы және зиянды жақтары да бар. Сондай-ақ менің каналыма жазылып, қазақша контентті қолдап кетуіңді сұраймын. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Өйткені оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріне жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Сондай-ақ жұмыртқаның ең құнды бөлігі бұл сарыуызы болып табылады. Сарыуыздың жоғарғы жағында ұрық орналасқан. Сарыуыз майлар мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералды заттарға ғана емес, сонымен бірге дәрумендерге де өте бай. Мысалға, А, Б, Д дәрумендеріне өте бай. Адам ағзасына сарыуызы да өте жеңіл сіңеді. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендерге толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сондай секілді элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Жұмыртқаны шектен тыс қолдануға болмайды, себебі ол үлкен ауруларды туғызуы мүмкін. Сондай-ақ толық пісірілген жұмыртқаны түнде дайындап қойғанның еш зияны жоқ. Алайда жұмыртқаны қанша қайнатса, сонша жақсы деп қарамаңыз. Себебі жұмыртқаны ұзақ қайнатқанда күкіртті темір қалыптасады. Мұндай затты адам ағзасы оңайшылықпен қабылдай алмайды. Және де жұмыртқаны түнде пісіріп қоятындарыңыз да бар. Сіз сондай адамдардың қатарында болсаңыз, түнде пісіріп қоятын жұмыртқаңыз шала піспеуін қадағалаңыз. Себебі түнде пісіріп қойсаңыз, оның ішінде таң атқанша бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына өте зиян болып келеді. Жаңа айтып кеткенімде, жұмыртқаны өте көп тұтынуға болмайды. Себебі жұмыртқаның құрамында белок өте көп. Соның салдарынан жұмыртқаны көп жесеңіз, зат алмасу процесі ұлғайып, бүйректің қызметі қиындай береді. Қалыпты жағдайда балалар мен қарттар, ақыл-ой еңбегімен және дене еңбегімен шұғылданатын адамдар күніне 2 жұмыртқадан артық жемегені жөн болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.